Баршаңызға сәлем, сіздермен керек кеңес арнасы. Бүгінгі тақырып ақша жинаудың 8 тәсілі. Бірінші, қай жерде ақша туралы әңгіме қозғалса да, сіз ақшаны жамандамаңыз. Бұл сіздің өмірлік салт-дәстүр дағдыңызға айналсын. Ақшам жоқ, ақша жетпейді деп ешқашан айтпаңыз. Олай десеңіз, сізден ақша қашады. Керісінше, сіз мені ақша жақсы көреді. Күннен күнге менің қаражатым көбейіп, табысым артып келеді деген сөзді жиі айтыңыз. Олай деуге қымсынбаңыз, қорықпаңыз. Екінші, ақша жинаңыз. Тек ақшаны тойға, жақсылыққа, оқуға, жаңа дүние сатып алуға, саяхатқа шығуға, жақсы демалуға жинайтын болыңыз. Ақшаны қара күнге деп ешқашан жинамаңыз. Үшінші, ақша жинауда, оны ұсатып жұмсауда бай адамдардың психологиясын зерттеңіз. Соларға еліктеңіз.